Қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер, құрметті 4-ші сынып оқушылары. Бүгін сіздермен ағылшын тілі 4-ші тоқсан 1-ші БЖБ-ны қарастыратын боламыз. Сіздердегі 4-ші тоқсан 1-ші БЖБ-да осы күнге дейін Journey into Space туралы тарауды өткенсіздер. Бүгін біз қарастыратын дағдылар ол listening, тыңдалым және екіншісі speaking. Ең біріншісі listening, listen to the text, write true, false next to the sentence. Сөйлемнің жанына дұрыс болса true, дұрыс емес болса false деп жазыңыз дейді. You will listen to the recording twice. БЖБ кезінде тыңдалымды 2 рет тыңдайсыздар. Twice ол 2 рет. Қазір сілтемені қосып тыңдаймыз, тыңдамас бұрын міндетті түрде тапсырманы бірінші қарап аламыз, иә? Our planet looks so beautiful from space. Біздің планета космостан қарағанда сондай әдемі дейді. Mercury is pretty much the same as Venus. Меркурий Венера секілді әдемі. Rings give Saturn an extra special look. Сақиналар Сатурнға ерекше вид береді, түр береді. Now Pluto is a planet. Қазір планета, Плутон ол планета дейді. Scientists have decided there are 10 planets in our solar system. Ғалымдардың айту бойынша күндік жүйеде 10 планета бар деп шешім қабылдады дейді. Ал мен сразу жанына сарымен белгілегендердің барлығы дұрыс жауаптары, ал қазір талдап көрейік. Мына көкпен жазылғандардың барлығы талдау арқылы жауаптар. Сіздер қазір бір мезетте тыңдайсыздар және бір мезетте оқисыздар. Одан кейін неге ондай жауап екенін мәтіннен қарастыратын боламыз. Егер дайын болсаңыздар, онда кеттік. Listen a minute.com. Planets. How did all the planets get there? How is it only our planet has life? Will we ever travel to other planets? These are questions I often think about. I think our planet is the best. It looks so beautiful from space with its mixture of blue and green. The other planets look too strange to me. Mercury is just a red, hot ball, pretty much the same as Mars. Saturn looks like a real planet. Its rings give it an extra special look. The other planets don't look that interesting. I don't really know much about Venus, Neptune, Uranus, and Jupiter. When I was at school, we learned that Pluto was a planet, but now it isn't. Scientists have decided there are now only 8 planets in our solar system and not 9. I wonder why they dropped Pluto. Тыңдалымы осындай екен. Біріншісі true, өйткені мына жерде жауабы тұр, иә? It looks so beautiful from space. Сондықтан true. 2. Mercury is pretty much the same as Venus. Бұл false, өйткені Mercury is just a red, not hot ball, pretty much the same as Mars дейді. Сондықтан бұл бізде false. 3. Saturn looks like a real planet. Its rings give an extra special look. Кешірім сұраймын. Ол бізде true, иә міне. Now Pluto is a planet. Қазір Плутон ол планета дейді. Ол дұрыс емес, өйткені айтып тұр, иә мына жерде. We learned that Pluto was a planet, but now it isn't. То есть планета болған Плутон, бірақ қазір онда емес деп тұр. Соңғысы, ғалымдар 10 планета деп есептесе, қазір не деген? 8 planets деп тұр. Ғалымдар шешім қабылдады, қазір 9 емес, 8 планета деді. Сондықтан бұл жерде жауабы 8 екен. Ал тыңдалым осымен аяқталды. Келесі бізде speaking. Speaking мына бойынша, суреттегі 8 планета бойынша. Look at the picture and answer the question. Сұрақтарға жауап береміз. Кеттік. What planet do we live on? Қай планетада тұрамыз? Жер планетасында, Earth planet. How many planets are there in solar system? Күн жүйесінде қанша планета бар? 8 планета бар. Which planet is smaller, Jupiter or Mars? Қай планета кішірек, Юпитер ма әлде Марс па? Жауабы Марс, иә, міне қараңыздар. Юпитер ол ең үлкені ғой. Келесі, which planet is bigger, Earth or Mercury?
Жер ме әлде Юпитер ме, қайсысы үлкенірек? Әрине ол Jupiter. What planet is the closest to the sun? Яғни қай планета күнге жақын, ең жақын? Ол бізде Mercury. What planet has got rings? Қай планетаның сақиналары бар? Ол бізде Jupiter екен. Осымен бізде спикинг аяқталды. Келесі екінші БЖБ-да кездескенше. Bye-bye.